Көктемнің алғашқы мерекесі алғыс айту күні. Бұл мейрам елімізде жыл сайын дәстүрлі түрде тойланып келеді. Осыған орай Жамбыл облыстық Шоқан Уәлиханов кітапханасында мерекелік жиын өтті. Онда түрлі ұлт өкілдері бас қосып, ашаршылық жылдарындағы қазақ халқының мәрттігі мен екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ұлтымыздың ерлігін айтып, жастарға өнеге етті. Тағылымды кештік көріп қайтқан тілшіміз Жалғас Орынбасар тарқатып айтсын. 1 наурыз алғыс айту күніне орай Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық ғылыми кітапханасында алғыс айту адамзаттың асыл қасиеті атты өзге ұлт өкілдерінің қатысуымен рухани кеш өтті. Іс-шараның мақсаты жас ұрпақты бейбітшілікке, татулыққа, адамгершілікке тәрбиелеу. Бүгінгі күні сол көп біз бәріміз өз ризалығымызды сол нелерге білдіретін болсақ, көп елдер қазақ халқына сол ризалығын білдіріп жатыр. Не үшін? Қиыншылық кезінде олар өте қатты қиыншылық көрді. Біз қазір бақытты заманда жасап жатырмыз. Сол болған елдер өз ризалығын қазақ халқына білдіріп жатыр. Кеш барысында өзге ұлт өкілдері қиын-қыстау кезде қорған болған қазақ еліне алғысын айтып, ата-бабаларының құтты мекенге қалай қоныс аударғанымен бөлісті. Енді менің айтатым алғыс күніне қазақ еліне, қазақ жеріне, бүкіл этностарға өзімді рахметімді айтам. Өзіміздің ұлтымыздан басымды үйім қазақ еліне. Аспанымыз ашық болсын, шаңырағымыз биік болсын, қазақ еліміз гүлдене берсін. Мерекелік жиында концерттік бағдарламаларда орын алып, түрлі ұлт өкілдерінің ән-биіне келген көпшілік тәнті болды. Жалғас Орынбасар, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.